Баршаңызға сәлем. Бүгін соттан тыс банкротқа егов арқылы өтініш тапсыру видеосын дайындадым. Көпшіліктің өтініші бойынша. Бұл жерде біздер бірінші қарызыңыздың сомасы 1600 МРП-дан аспауы керек. Төленбеген уақыты 1 жылдан асуы керек. Немесе АЕС алатын болсаңыз, соңғы 6 айда үздіксіз АЕС алған болуыңыз керек. Мінекей мына жерде еговқа этсп көлшімізбен кіріп аламыз. Бастапқы бетте соттан тыс банкроттыққа егов арқылы өтініш тапсыру деген тұрады. Осы рәсімді қолдану дегеннің үстінен басамыз. Мына төменде видео инструкция бар, осыны қарайсыздар, немесе онлайн сұрау дегенді басамыз. Бізде 4-5 қадам шықты. Бірінші қадам бұл жерде таңдаймыз. Соттан тыс банкроттыққа өтініш беру, немесе соттан тыс банкротты тоқтату деген. Яғни біз бұл жерде өтініш береміз. Біріншісін таңдаймыз. Бізде ағылшынша сандар шықты. Сол сандарды әріптерді жазып, әрі қарай дегенді таңдаймыз. Әрі қарай батырмасын басамыз. Осы жерде бізде келісім шығады. Мынаның барлығын оқып, төменде таныстырылдым деген басамыз. Жалғастыруды басамыз. Одан кейін екінші қадам. Бірінші бізде мекен-жай, тұрақты мекен-жайыңызды белгілейсіз. Екінші, некеде болсаңыз, некедемін дегенге галочка қоясыз. Содан кейін сол жерге жұбайыңыздың ЖСН номерін жазасыз. Жұбайыңыздың ЖСН номерін жазсаңыз, автомат түрде аты жөнін шығарып береді. Одан кейін сізде жаңағындай қарыз бар қаржы ұйымдары, яғни сізде несие бар қаржы ұйымдарын жазамыз. Бірінші қосу дегенді басып, несие бар қаржы ұйымдарын атауын жазамыз. Мен бұл жерде Каспийді жаздым. Мінекей. Каспий таңдасаңыздар, өздері автомат түрде БСН-ді шығарып береді. Қарыз сомасын жазамыз, қанша теңге, соны жазамыз. Содан кейін ең астыңғы бөлігінде соңғы рет қашан төленді, қай уақыттан бері төленбей келе жатыр, соны белгілейміз. Міндетті түрде нақты күні болу керек, нақты күнін белгілеңіздер. Егерде сіздерде бірнеше қаржы ұйымдарында несие болатын болса, қосу деп тағы бірнеше қаржы ұйымдарын қоса аласыздар. Енді бізде салық органын белгілейміз. Салық органы сол өзіңіздің тұрақты мекен-жайыңыз бойынша болу керек. Мен бұл жерде Түркістан облысы Мақтарал ауданын белгіледім. Сіздер жоғарыда көрсетілген мекен-жайларыңыз бойынша салық органын белгілейсіздер. Алдымен Түркістан облысы, сосын Мақтарал ауданын белгілеп алдым. Енді бізде ең соңғысы керек құжаттар. Не себепті төлей алмадыңыз, PDF форматта болу керек. Кредиттік история, балалардың метрикасы, көк книжка болса көк книжка, 12 айдағы зейнетақы. Мен барлық документтерді төменде описанияға жазып өттім. Сол жерден оқи аласыздар. Барлығын PDF форматта енгізіп шығамыз. Сонымен қатар сізде банкпен келісім болса, банкке арыз жазған болсаңыз, төлей алмаймын, осындай жағдайым жоқ деген болсаңыз, сол арызды да енгізіңіз. Банк жауап бермеген болса, оны да енгізіңіз. Қосымша мәліметтер бар астында. Соңғы 6 айда АЕС алушымын десеңіз, соған галочка қоясыз. Соңғы 1 жылда төлемегенмін десеңіз, соған галочка қоясыз. Егерде бұл екеуде жоқ болса, екеуіне де галочка қоймай, әрі қарай дегенді басамыз. Мінекей бізде үшінші қадам, мынаның барлығын оқып, мен келістім, мен растаймын деген барлығына жасыл галочканы қойып шығамыз. Бұл жерде яғни жұбайыңыздың атынан да келісім бар. Әрі қарай дегенді басамыз. Енді бізде 4-ші қадам электрондық цифрлық қолтаңба арқылы қол қою. этсп арқылы қол қоямыз. Осы этсп-іңізді таңдап, этсп-іңіздің паролін жазып, подписать етесіздер. Осылай өтінішіңіз кеткен екен, 15 жұмыс күні ішінде жауап келеді. Телефон номеріңізге я, жоқ, бірінші этаптан өттіңіз деп келсе, демек сіз тағы 6 ай бақылауда боласыз. Егер де сізге жоқ, келісім келмейтін болса, 3 айдан кейін тағы тапсыруыңызға болады. Егер сіз келісіп, сізге банк я деп келісім беретін болса, 6 ай бақылауда жүресіз.